Құрметті достар, ары қарай жалғастырайық. Окей, тамақ сіңіп қанға түсті, ары қарай не болады деген сұрақ туындайды. Біз фармакокинетиканың үшінші этабына көшейік. Екінші этабына көшейік, кешірім сұраймын. Distribution деп аталады. Distribution ағылшын тілінен аударған кезде таралу деген мағынаны білдіреді. Таралу үшін бізге қандай нәрселер көмектеседі? Бірінші очередте бізде гепатоциттерде синтезделетін альбумин ақуызы. Альбумин ақуызы дәрілік препарат қанға түскеннен бастап, ол біздің керекті тіндерге дәрілік препаратты жеткізіп тастайтын бір керемет жүйе. Егер де альбумин ағзада болмайтын болса, сұмдық нәрселер болады. Соның бірі дәрілік препараттың бос молекулалары, бос радикалдары білмей қалады қай тінге бару керек екен. Өйткені альбумин жоқ қой. Сол кезде бізде дәрілік препарат ағзаны улауы әбден мүмкін. Сол себептен де дәрілік препараттың таралуына орасан зор көмектесетін бұл альбумин ақуызы. Енді мына жерде жазылғандай, альбуминнің мақсаты бұл дәрілік препараттың лишний раз артық доза болып кетуден сақтайды. Альбумин қанға түскен 98-97% молекуламен байланысады екен. Ал енді сұрақ туындайды, альбумин қандай механизм жолы арқылы гепатоциттерде синтезделеді? Бұны біздің келесі видеороликтен сілтемеден көрсеңіздер болады. Ол тақырыптың аты ақуыздардың биосинтезі. Біз ары қарай кетейік. Енді таралу үшін бізге мынандай тағы да бір факттер бар. Бұл липофильді дәрілік заттар тез таралады деген. Сонымен қатар мынандай формула бар. Дозаның концентрацияға бөлімі бұл таралуға қатты бізге әсер етеді еген. Бұл формулаға қатты мән бермей ақ қояйық, себебі бұл клиникалық фармакологияның негізгі базалық ілімдері. Сол себептен де бұған базалық фармакологияда бұған қатты мән берудің аса бір қажеті жоқ. Егер сіздер клиникалық фармакология қызығатын болсаңыздар, алдыңғы плейлистте қарасаңыздар, клиникалық фармакология бойынша ақпараттар болады. Біз ары қарай кеттік. Енді таралған кезде дәрілік препараттар бізде бауырға барады. Бауырға барған кезде оны арнайы бір керемет ферменттік жүйе күтіп отыр. Оны біз цитохром P450 деп атаймыз. Цитохром P450-дің сан алуан түрлері бар. Соның бірі CP1A2. Бұл бізде бауырдың гепатоциттерінде орналасады. Оның негізгі механизмі барлық цитохромдардың бұл дәрілік препараттардың қауіпсіз түріне айналдыру. Яғни цитохром P450 бұл дәрілік препараттардың метаболизміне көмектеседі. Не үшін метаболизм керек фармакокинетикада? Өйткені егерде бауырда метаболизм жүрмейтін болса, онда дәрілік препараттың ағзадан шығуы және оның біздің ағза үшін қауіптілігі арта бастайды. Сол себептен де метаболизм бізге өте маңызды. Ал оған жауап беретін нәрсе ол цитохром P450. Енді бұл цитохромдардың барлығын жаттаудың қатты мәні жоқ. Негізгі цитохромдарды мынау презентацияда көрсетілген болатын. Бұл презентацияны қайталап айтамын. Біздің білімді бол дәрігер атты телеграм каналымызға кірсеңіздер, бұл ақпараттың барлығы PDF форматта тұрады, қолданып оқысаңыздар әбден мүмкін. Енді метаболизм бізде дәрілік препаратпен әрекеттесу нәтижесінде бірнеше эффекттер пайда болуы мүмкін. Ол үш эффект. Бұл субстраттық, екіншісі ингибиторлық және үшіншісі индукторлық. Субстрат дегеніміз кейбір дәрілік препараттардың ыдырауына, концентрациясына немесе ағзадан шығып кетуіне қатты әсер етпейді. Екіншісі бұл ингибиторлар. Кейбір ферменттер немесе кейбір дәрілік заттар сол ферменттерге ингибиторлық әсер көрсетуі мүмкін. Ингибиторлық деген сөз бұл яғни P450 цитохром ферменттік жүйесінің активтілігін жояды. Мысалға, бізде қандай ингибиторлы заттар бар? Қандай заттарды дәрілік препараттармен қолдануға болмайды? Бұл цитрусты,
қауіптер деп айтсақ болады. Өйткені цитрустардың негізгі қауіптілігі бұл дәрілік препараттардың метаболизмі жүріп жатқан кезде, соның ішінде грейпфрут деген фрукт бар, сол зат бізде мынау П450 цитохромның активтілігін жояды. Сол кезде бізде ішкен дәріміздің метаболизмі бұзылады да, ағзадан шығуы өте қиындайды. Соның нәтижесінде көптеген уланулар байқалуы мүмкін. Одан бөлек клюква деген тоже бізде напитоктар бар неше түрлі, солар тоже ингибиторлық қасиетін жояды екен. Ал енді индукторлық қасиетке қандай заттар қасиетке ие? Бұлар көбінесе саңырауқұлақтар болып табылады. Саңырауқұлақтар индукторлық қасиеті өте жоғары. Индукторлық деген сөз ферменттің активтілігін арттырады. Яғни саңырауқұлақтармен дәрілік препараттарды ішетін болсақ, бізде ферменттің активтілігі артып кетеді де, ағзадан дәрі тез шығып кетеді. Яғни өзінің эффектісін көрсетіп үлгермейді. Енді барлық саңырауқұлақ емес, оны өзіндік бір ерекшелігі бар саңырауқұлақтар бар. Оны да сол ақпаратты біздің телеграм каналымызға кіріп көрсеңіздер болады. Енді метаболизм бізде екі этаптан жүреді. Бірінші этабы бұл дәрілік препараттың активтілігін төмендетуге және гидрофильді түрге айналдыруға бағытталған. Ол жерде тотығу, тотықсыздану деген процестер болады. Яғни гепатоцитке дәрілік препарат кіреді. Бірінші фазада бізде сол дәрілік препараттың молекуласын гидрофильді түрге айналдырады. Не үшін гидрофильді түрге айналдыру керек? Өйткені гидрофильді заттар бүйрекке барған кезде, яғни дәрілік препарат егер гидрофильді болатын болса, бүйрекке барған кезде реабсорбцияға ұшырамайды. Өйткені бүйректің де мембранасы бізде липофильді заттар жақсы көреді, ал гидрофильді болатын болса, ол бүйрекке кіргеннен кейін реабсорбцияға ұшырамай, ағзадан тез шығып кете алады. Сол себептен де метаболизмнің бірінші фазасы бұл дәрілік препаратты гидрофильге айналдыру. Екіншісі бұл фаза дәрілік препаратқа белгілі бір химиялық топтың қосылуымен сипатталады. Ол ацетил тобы болуы мүмкін, ол басқа да бір топтар болуы мүмкін. Сол препаратқа дополнительно тағы қосымша химиялық топтар қосылады. Нәтижесінде ол қауіпсіз түрге айналады. Енді молекуламыз бізде гидрофильді, қауіпсіз, и бүйрекке барған кезде оның ағзадан шығып кетуі былайша айтқанда өте оңай және қауіпсіз болады екен. Біз ары қарай жылжимыз. Енді элиминация келетін болсақ, мынау схема Каплан фармакологиясының кітабынан алынған болатын. Бізде екі сөз бар: элиминация немесе экскреция. Элиминация деп біз егер дәрілік препараттар ас қорыту жолы арқылы шығатын болса, элиминация деп атаймыз. Мысалға, кейбір дәрілік препараттар, яғни тетрациклин деген секілді, олар өт жолдары арқылы шығарылады. Ал басқа препараттар, олар көбінесе экскреция жолы арқылы шығарылады. Яғни экскреция деген сөз түрі өзгермей бүйректен шығып кетеді деген сөз. Енді мына схемаға қарайтын болсақ, элиминацияға жақсы шығып кететіндер бұлар кімдер екен? Бұлар ионизацияланбаған дәрілік препараттар, немесе оларды гидрофильді деп атайды, олар емін-еркін реабсорбцияға ұшырамай ағзадан шығып кетеді. Егер де препарат қандай да бір жағдайда дұрыс метаболизмнен өтпесе, онда ол бүйрекке барған кезде өкінішке орай реабсорбцияға ұшырап кетіп, келесі рет сол дәріні қолданған кезде, ол кезде молекулалар ағзада жиналып, кумуляция эффекті пайда болады. Кумуляция дегеніміз бұл, яғни былайша айтқанда жинақталу деген мағынаны білдіреді. Оны фармакодинамикада толықтырақ қарастырамыз. Осымен біз толығымен фармакокинетиканың негізгі этаптарын айтып шықтық. Егер де қандай да бір сұрақтарыңыз болса, түсінбеген жайттар болса, осы видеоның астына комментарийға жазып кетіңіздер, біз міндетті түрде сіздерге жауап береміз. Ал келесі кездескенше сау сәлеметте болғанша.